Сәлеметсіздер ме? Түбірлес сөздер 43-ші сабақ 22-ші тапсырма мәтінді оқу. Мен Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысының Жаркент өңіріндегі Шежін ауылында дүниеге келдім. Еңбек жолымды 1926 жылы Түрксібте қара жұмыстан бастадым. Николай Хлудовтың студиясында 1929-1932 жылдары оқыдым. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алдым. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқардым. Өнерден бөлек оқытушылық және қоғамдық жұмыстармен де айналыстым. Мәтін мазмұны бойынша бір-бірлеріңе сұрақ қойыңдар деген тапсырма. Сұрақ үлгілері. Әбілхан Қастеев кім? Әбілхан Қастеев қай жерде және қашан дүниеге келген? Ең алғаш еңбек жолын қайда бастаған? 1944 жылы қандай атақ алды? Әбілхан Қастеев тағы да қандай жұмыстар атқарған? Досыңнан сұрап алып, оның өмірбаянын айтып бер деген тапсырманы енді оны өздеріңіз ауызша орындайсыздар. Келесі кесте бойынша әңгімелеу дейді. Бұл да ауызша орындалатын тапсырма. Яғни мәтіндегі даталарға сәйкес ақпараттарды табасыздар. Мысалы, бірінші 1904 жыл деп беріліп тұрса, ол 1904 жылы Әбілхан Қастеевтің туған жылы. 1928 жыл Әбілхан Қастеевтің Түрксібте қара жұмыстан ең алғаш еңбек жолын бастауы. 1929-1932 жылдар Николай Хлудовтың студиясында оқуы. Ары қарай 1914 жыл, бұл жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алған. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқарған. Мінекей осылай нақты даталар мен мәліметтерді сәйкес тауып отырып баяндап айтып бересіздер. Келесі сурет, суретші, мал, малшы деген сөздерді салыстырып, олардың түбіріне назар аудар дейді. Бір түбірден тараған сөздерді біз түбірлес сөздер деп айтамыз. Мысалы, біл, білім, одан білімді, білгіш деген сөздер құрауға болады. Өнер, өнерлі, өнерпаз. Сурет, суретші де дәл солай. Мал, малшы да өткен сабақта айтып кеткендей, сөз тудырушы жұрнақ арқылы пайда болған жаңа туынды сөз. Келесі 23-ші жаттығуда жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жазу қажет. 1 жасқа дейін нәресте, 1 жастан 10 жасқа дейін сәби, 1 жастан 2 жасқа дейін қыз бала бөпе, ұл бала бөбек деп аталады. 2 жастан 3 жасқа дейін бүлдіршін, 3 жастан 5 жасқа дейін балдырған, балауса, 6 жастан 7 жасқа дейін бала, балақай деп аталады. Түбірлес сөздерді табайық. Бұл жерде бала және балақай деген сөздер түбірлес сөздер болып табылады. 24-ші жаттығуда жаңылтпаш берілген. Бұдан да түбірлес сөздерді тауып, мағынасын түсіндірме сөздіктен табуымыз қажет. Бұл жерде түбірлес сөздер шежіреші, шежіре деген сөздер. Шежіре арабша шад-жарат, яғни бұтақ, тармақ деген мағынаны береді. Тарих ғылымының халықтық шығу тегін, таралуын баяндайтын тармағы. Ру тайпалардың тарихын ұрпақтан ұрпаққа жеткізген, қалыптасқан ресми шежіре барлық халықтарда кездеседі. Келесі 44-ші сабақ мәтінді оқиық. 26-ші тапсырма. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отандық, кәделік ағаш деп 2 топқа бөлген. Шеберлер ағаштан әртүрлі бұйымдар жасап, кәдеге жаратқан. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына қарап жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынандай түрлерге бөлінеді. Балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Балғын, жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей соласын деп тыйым салады. Кәрі, қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады.
Сұрақтарға жауап берейік. Неліктен ағаштар отындық, кәделік болып бөлінеді? Ағаштар жарамдылығына қарай отындық және кәделік болып бөлінеді. Ағаштар жасына қарай балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар деп бөлінеді. Жас ағашты неге кесуге болмайды? Жас ағашты көктей соласың деп кескізбеген. Көктей соласың деп неліктен айтады? Себебін топта талқыла дейді. Халқымыз көкті жұлма деген. Көкті жұлсаң көктей соларсың деп жаман ырымға жорып жұлғызбаған. Мәтіннен түбірлес сөздерді табайық. Кәде, кәделік, отын, отындық. Осы сөздер түбірлес сөздер болып есептеледі. 27-ші тапсырма. Берілген сөздерден туынды сөздер жасап жазамыз. Бірінші, бала, балалық, балалы, балақай, балақан, балалау. Сый, сыйлық, сыйлы, сыйлау. Ек, егін, егінші және егіндік. 28-ші тапсырмада адамдардың жасына қарай ағаштың қай түбі дұрыс сәйкес келетіндігін табуымыз қажет. Жауабын экраннан көріп отырсыздар. Яғни ағаштың діңіндегі мына сақиналар ол ағаштың жасын білдіреді. Сондықтан да ең бірінші суреттегі кішкентай бала басқа екі суретке қарағанда жасы кішкентай болған көрініп тұрғандықтан ортаңғы ағашты таңдаймыз. Себебі онда сақиналардың саны ең азы. Қалғаны мына бірінші ағаш ол оқушы балаға сәйкес келеді. Үшінші тұрған ағаш орта жастағы адамға сәйкес келеді. Өйткені ондағы мына сақиналардың саны басқа екі ағашқа қарағанда әлде қайда көп. 29-ші тапсырмада сұрақтарға жауап жазамыз. Күн мен түн теңелетін кез көктем 22-ші наурыз. Біздің жыл басымыз барлықтарыңыз білетіндей ең ұзақ күн 22-ші маусымда болады. Ең ұзақ түн 21-ші желтоқсанда өтеді. Ал 365 күн неше жылға тең? Ол әрине 1 жылға тең. Сонымен 43 және 44-ші сабақта берілген тапсырмаларды толықтай орындап шықтық.